Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз сіздерге Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып жеткіземіз. Ринат Саитов жайлы жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылып, лайк және подписация белгілерін басып қойыңыз. Ендеше біз бастадық. Ринат Саитов осыншама қорлыққа шыдап отыратын мал емеспіз. Белгілі айтыскер ақын Ринат Саитов полиция қызметкерлеріне қатысты өткір жазба жариялап, президенттің ойына келгенін істейтін полицейлерді жұмыстан шығарып, жауапқа тартуды талап етті. Қаңтар оқиғасынан кейін біздің елдегі полиция жұмысы жаман болса да жақсы жаққа өзгеруі тиіс еді. Әттең, қаңтарда бір мезетте жоқ болып тығылып қалған сақшысымақтар қайта тайраңдамақшы екен. Сөзінің дәлелі мына кісінің баласы, есімі Алмат Ырғалиев екен. Қазақтың қаршадай қызын жазықсыз, заңсыз көшеден ұстап алып, қылқындырып, бөлмеге сүйреген палуан. Назым қарындасымызды кабинетіне кіргізіп алып, жанында тағы біреу бар. Тергеген кезінде мен жайлы да сұрақтар қойыпты. Білгісі келген ертең бетіме айтсын. Ертең бұйырса сағат 13:00-де Наурызбай аудандық полиция бөлмесіне Назымды және тәуелсіз журналистерді ертіп барамын, сұраймын. Ол кісілердің баласына қазақ қыздарының сұрауы жоқ деп айтқан кім? Қандай заңға сүйеніп қызға күш көрсетті? Осынша қорлыққа үндемей отыратын мал емеспіз. Тоқаевтың уәде еткен өзгерістері шынымен басталса, погонын пайдаланып ойына келген істейтін полицияларды жұмыстан шығарып жауапқа тартуды талап етемін, деді Ринат Саитов. Ринат Саитов жайлы басқа да жаңалықтар білгіңіз келсе арнамызға жазып өтіңіз, қымбат көрермен. Сау, сәлеметте болыңыздар.